Қазақстан Республикасының күніне орай сіздерге шын жүректен шыққан лебізімді білдіргім келеді. Бұл күн ата-бабамыз аңсаған ұлы күн. Және де осындай маңызды күндерде туымызды асқақтатып, елімізді көркейте беру үшін үлес қосуымыз керек. Сондықтан мен сіздерге отбасыңызға амандық, мықты денсаулық және де бақыт тілеймін. 20 ғасырда қазақ жерінде ату жазасы деген сияқты жазалар өте көп орын алды. Бірақ соған қарамастан ата-бабаларымыз біздің жеріміз үшін, біздің болашағымыз үшін күрес жасады. Және солардың арқасында ғана біз қазір бейбіт те тыныш елде өмір сүрудеміз. Мен сол үшін оларға деген алғысым шексіз. 25 қазан Қазақстан Республикасының егемендігі күні. Менен туған өлкем осы Қазақстан. Қазақстан жерімен мен мақтанамын, себебі Қазақстан жері кең байтақ, флорасының фаунасына өте бай, және пайдалы қазбаларға да бай. Мен осы Қазақстан Республикасының отаны құрметтеу, ана тілін құрметтеу әр ұрпақтың парызы деп ойлаймын. Еліміздің мәртебесі биіктеп, әлемге жарықтай беруге деген біздің ықыласымды жеткіземін. Еліміздің дәулеті, жеріміздің сәулеті жолындағы игілікті істеріңіз табысты болсын. Сіздерге игілік, барлық ісіңіз сәттілік, ертеңге тиімділік тілейміз.